government will ensure the continuous openness of national economy, sanctity of contracts, and relentless fight against corruption. All these reforms represent an inflection point for our people. We choose to accelerate rather than to stagnate. Мемлекеттік күзет қызметі нағыз патриоттарды ұжымы деуге болады. Ең жауапты сәтте отан үшін аянбай, адал қызмет етіп келесіздер. Жақын арада Конституциямызды өзгертетін болдық. Бірақ ең алдымен жұртымыздың сана сезімі жаңғыру қажет. Бұл оңай шаруа емес. Алдымызда көптеген түйткілдер бар. Сондықтан бәріміз жұмыла еңбек етуіміз керек. Ең бастысы ниетіміз таза, пейіліміз түзу болуға тиіс. Бір-бірімізге жанашырлық танытуымыз керек. Қазір бүкіл адамзатқа дәл осындай қасиеттер жетіспей жатыр. Баршаңызға алғыс айтамын. Сіздер Қазақстанның болашағы. Сондықтан жаңа Қазақстанды бәріміз құруға кірісуіміз керек. Жалпы кешегі жарқын болады деп ешқандай күмән жоқ бұл мәселе бойынша.